Құрметті достар, бүгінгі сабақта математика сауаттылықтағы ықтималдықтар теориясы және де тақырыпқа байланысты көптеген жаттығуларды қарастырамыз. Ендеше сабағымызды бастайық. Ықтималдықтар теориясы. Ықтималдықтар теориясы дегеніміз кездейсоқ оқиғаның орындалуын зерттейтін математиканың бөлімі. Жалпы ықтималдықтар теориясының формуласы пи а оқиғасының ықтималдығы тең болады n бөлінген k түріне беріледі екен. Мұндағы а оқиғасының ықтималдығы пи а деп белгіленеді, ал мұндағы n дегеніміз қажетті жағдайлар саны, ал k дегеніміз жалпы жағдайлар саны екен. Мысалы келтірейік, бақта 3 көбелек 2 ара ұшып жүр. Гүлге бірінші болып араның қону ықтималдығын табыңыз деген. Яғни пи а оқиғасының ықтималдығы тең болады n бөлінген k түріне беріледі бізге формуласы. Мұндағы k дегеніміз жалпы жағдайлар саны. Бізге жалпы жағдайлар саны, яғни бақта ұшып жүрген жәндіктердің саны бізге 5-ке тең, ал n дегеніміз қажетті жағдайлар саны. Бізге гүлге араның қону ықтималдығын табуымыз керек. Енді бізге керекті аралардың саны екен. Бізге аралардың саны 2-ке тең. Енді 2-ні 5-ке бөлетін болсақ, бізге 0,4-ке тең болады екен. Келесі екінші мысалымыз, қорапшада 1-ден 10-ға дейінгі нөмерленген 10 шар бар. Қорапшадан бір шар алғанда, оның тақ нөмерлі шар болу ықтималдығын табыңыз деген. Ал мына қорапшада 1-ден 10-ға дейінгі шарлар бар екен, нөмерленген. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, міне 10 нөмерлі шар. Бізге осы 10 шардың ішіндегі қорапшадан бір шар алғанда, оның тақ нөмері шар болу ықтималдығын анықтауымыз керек. Яғни пи а оқиғасының ықтималдығы тең болады n бөлінген k-ға. Бұл жерде k дегеніміз жалпы шарлардың саны. Біз шарлардың саны 10-ға тең, ал n дегеніміз жалпы тақ нөмерлі шарлар. 10-ға дейінгі сандардың ішіндегі 5-еуі жұп, 5-еуі тақ болады. Бізге тақ нөмерлі керек, яғни тақ нөмерлі бізге 5-еу еді. 10-нан 5 екеуі де 5-ке қысқарып, 2-ден 1-ге тең болады. Демек бізге тақ нөмерлі шар болу ықтималдылығы 2-ден 1-ге тең екен. Әрбір 2 шардың ішіндегі біреуі міндетті түрде тақ нөмерлі шар болады екен. Мысалы 1 мен 2, 3 пен 4 немесе 5 пен 6 деп алуға болады. 2 шар ішіндегі біреуі тақ нөмерлі шар. Келесі енді жалпы ұбт нұсқасындағы осы ықтималдықтар теориясына байланысты тест тапсырманы талдайтын боламыз. Ендеше бірінші есебіміз. Бексұлтан 3 литр ақ, 4 литр қызыл және 2 литр көк түсті бояуларды араластырды. Бастапқы ақ бояу мөлшерінің жаңадан шыққан бояу мөлшеріне қатынасы еді. Бізге ақ түсті бояулар қанша литр еді? Ақ түсті 3 литр. Енді сол жаңадан шыққан бояулар мөлшеріне қатынасын табуымыз керек. Бізге жаңадан шыққан бояулар мөлшері бізге енді 3 бояуларды араластырғанда. Яғни 3 қосамыз 4 қосамыз 2. 3 түстің араластырғанда жаңадан шыққан бояу мөлшері шығады екен. Үшеуінің қосындысы бізге 9-ға тең. Яғни бізге жалпы жағдай 9-ға тең болды. Енді 9-дан 3 екеуі де қысқарсақ 3-ке, 3-тен 1-ге тең болады. Бізге 3-тен 1 дегеніміз бұл жерде В вариантында екен. Келесі екінші есебіміз, сауда орталығындағы мектеп формасының 75% Орал фабрикасында тігілген. Кездейсоқ алынған форманың Орал фабрикасынан болмау ықтималдығын тап дейді. Яғни пи а оқиғасының ықтималдығы тең болады n бөлінген k деген форманы біз пайдаланамыз. Жалпы 75% Орал фабрикасында тігіледі екен. Ал қалған проценті өзге фабрикалардан. Жалпы 100% форма тігілетін болса, соның 75% Орал фабрикасынан, ал өзге фабрикалардан екеуінің айырмасы 25%-ке тең. Сол бізге өзге фабрикалардан тігілген форманың ықтималдығын табуымыз керек. Яғни бұл жерде пи а тең болады n бөлінген k-ға. Яғни пи а оқиғасының ықтималдығы тең болады. K дегені жалпы жағдайлар саны. Жалпы форма 100% тігілді деп аламыз. Жалпы жағдайда. Ал n дегеніміз қажетті жағдайлар саны бізге өзге фабрикалардан тігілген бізге 25% деді. Екеуі де 25%-ке қысқарады. 125%-ке бөлсе, яғни 4-ке тең болады. 25-25-ке бөлсек 1-ге тең болады. Яғни 4-тен 1 немесе 2 оңдық бөлшекке айналдырсақ 0,1-25-ке тең болады екен. Бұл бізде С вариантында. Келесі үшінші есебіміз, дүкенде сатуға қойылған 100 шамның 5-еуі жарамсыз.
кездейсоқ алынған бір шанның жарамсыз болып шығу ықтималдылығын тап дейді. Яғни пи А оқиғасының ықтималдығы тең болады n бөлінген k-ға. Бұл жерде k деген жалпы жағдайлардың саны, бізде шамдардың саны 100-ге тең. N дегеніміз қажетті жағдайлар саны, бізге жарамсыз шамдардың саны 5-еу. Енді 100-ден 5, екеуі де 5-ке қысқарады, 20-дан 1-ге тең болады екен. Әрбір 20 шамның ішіндегі біреуі жарамсыз деген сөз. Бұл бізде С вариантында. Келесі төртінші есебіміз, кітапта 200 бет бар дейді. Осы кітаптың кездейсоқ ашылған бетінің реттік нөмері 20-ға еселік болу ықтималдылығы дейді. Яғни пи А оқиғасының ықтималы тең болады n бөлінген k деген формуланы пайдаланамыз. Бұл жерде де жалпы бұл ықтималдықтардың формуласы. Енді бізге 200-ге дейінгі сандардың ішінде 20-ға еселік сандар табуымыз керек екен. Яғни оны табу үшін 20-ны 200-ді 20-ға бөле саламыз. Сонда бізге 10 деген сан шығады. Яғни 200-ге дейінгі 10 сан 20-ға еселік болады. Еселік дегеніміз, яғни 20-ға бөлінетін сандар. Ең кішкентай 20-дан басталады. Мысалы 20, 40, яғни 20-ға артып кете береді. 60, 80, сол сияқты ең соңы 200-бен бітеді екен. Бұл жерде пи А оқиғасының ықтималы тең болады. К дегеніміз жалпы кітаптың беттер саны бізге 200-ге тең болды. N дегеніміз қажетті жағдай, яғни 20-ға еселік болатын бізге 10 сан болды. Екеуін 0-ден қысқартсақ, яғни 20-дан 1-ге тең болады. Бізде бөлшек түрінде емес екен жауап. Енді 10-дық бөлшекке айналдыратын болсақ, бұл бізге 0,100-ден 5-ке тең болады. Бұл бізде В вариантында. Келесі 5-ші есебіміз, оқушы 2 таңбалы бір сан ойлады. Ол санның цифрларының қосындысы 9-ға тең болу ықтималдығын табыңыз дейді. Енді бізге жалпы жағдай 2 таңбалы сандар екен. 2 таңбалы сандар 10 деген саннан басталып, яғни 99-бен аяқталады. Енді 10 мен 99-ның арасында қанша цифр бар? Енді 99-дан 10-ды азайтып 1-ді қосатын болсақ, жалпы арасында цифрлардың саны шығады. 99-дан 10-ды азайтсақ 89, 1-ді қоссақ, яғни 90. 2 таңбалы сандардың саны бізге 90-ға тең екен. Сол 2 таңбалы сандардың ішінен цифрлардың қосындысы 9-ға тең болатын неше сан бар екен? Ең кішкентайы бізге 18-ден басталады. 1-ге 8 қоссақ 9. Сол сияқты әр ондықтың ішіндегі бір сан цифрлардың қосындысы 9-ға тең болады екен. Яғни 10-нан 99-ға дейін бізге 9 ондық бар. Демек, цифрлардың қосындысы 9-ға тең болатын 9 сан бар деген сөз. Мысалы 18, келесі 27, 2-ге 7-ні қоссақ, цифрлардың қосындысы 9-ға тең болады. Сол сияқты 36, 45, 54, 63, 72, 81 және ең соңғысы 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сан екен. Пи А оқиғасының ықтималдығы тең болады n бөлінген k-ға. К дегеніміз жалпы жағдайлардың саны, бізге 2 таңбалы цифрлардың саны бізге 90-ға тең. Ал n дегеніміз қажетті жағдайлар саны, яғни цифрлардың қосындысы 9-ға тең болатын бізге қанша сан болды? 9 сан болды. Енді 90-нан 9, екеуіне 9-ға қысқартатын болсақ, бұл 10-нан 1-ге тең болады. Бұл бізде С вариантында. Келесі есебіміз 6-шы есеп. Еркін ойдан 3 таңбалы санды жазды дейді. Осы санның бір цифрынан басталып 6 цифрмен аяқталатын сан болу ықтималдылығы дейді. Енді 3 таңбалы сандар 100-ден басталып 999-дан аяқталады. Екеуінің арасында жалпы 3 таңбалы сандардың саны 900-ға тең. Енді бізге 1-ден басталып 6-мен аяқталатын, ол яғни 100-ден 106, сол сияқты 116, 126, әр ондықта бір саннан. Бізге сонда 100-ден 200-дің арасында 10 ондық бар, сонда 10 сан. 1-ден басталып 6-мен аяқталады екен. 136, 146, 156, 166, 176, 186, яғни ең соңғысы 196. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 сан бар екен. Енді пи А оқиғасының ықтималдылығы тең болады n бөлінген k-ға. К дегеніміз жалпы 3 таңбалы сандар. Бізге 900-ға тең. N дегеніміз бұл қажетті жағдайлар саны. Яғни 1-ден басталып 6-мен аяқталатын бізге 10 сан бар еді. Екеуін қысқартатын болсақ, 0-ден қысқарта саламыз. 90-нан 1-ге тең болады екен. Бұл бізде В вариантында.
Келесі 7-ші есебіміз, қорапта 20 шар бар, оның 9-ы қызыл, 6-ы көк және 5-еуі жасыл. Қораптан алынған кез келген шарының жасыл болмау. Бізге жасыл түсті керек емес. Жасыл болмау ықтималдығын табуымыз керек. Ана P А оқиғасының ықтималдығы тең болады n бөлінген k-ға. Келесі есептерді, яғни формуласын жазайық, бірден шығара берсек болады екен. Формуланы жаттап үлгерген шығарымыз уже. Енді k дегеніміз жалпы жағдайлар саны бізге 20 шар екен. N дегеніміз қажетті жағдайлар саны. Бізге жасыл түсті шар қажет емес, бізге қызыл немесе көк қажет. Енді қызыл мен көктің екеуінің қосындысы бізге 9 мен 6 екеуінің қосындысы 15-ке тең. Яғни қажетті жағдайлар саны бізге 15-ке тең болады екен. Енді 20 мен 15 екеуі де 5-ке қысқарады, 4-тен 3 шығады. Бұл бізде А вариантында. Келесі 8-ші есебіміз, оқушылардың 60% географияны, 30% физиканы және 10% химияны таңдап, түстен кейін қосымша сабақтарға қатысады дейді. Сол уақыттардан кез келген сәтінде олардың физика немесе химия сабақтарында отыру ықтималдылығы. Жалпы P А оқиғасының ықтималы тең болады. Жалпы жағдайлар саны біз бөлімде жазатын. Бізде жалпы жағдайлар саны 100%. Соның ішінде физика, химия сабақтарына отыру ықтималдылығы. Химияға 10%, физикаға 30%. Екеуінің қосындысы бізге 40%-ке тең. 0-ден қысқартамыз, яғни 10-нан 4-ке тең болады, немесе 0,4. Бұл бізде Д вариантында. Келесі 9-ші есебіміз, ойын сүйегі лақтырылды. Тақсан түсу ықтималдылығын анықтаңыз дейді. Ойын сүйегі дегеніміз біздің нардыны білеміз, нарда. Сол нардының сүйегі бар ғой, 1, 2, 3, 4, 5, 6-ға дейін номерленген нардының сүйегі. Біз 6 жағы бар, соның 6 номерден тұрады екен. 1-ден 6-ға дейін сандармен белгіленген кубик. Солардың ішінде тақсан түсу ықтималдығын анықтауымыз керек екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6 сан екен жалпы. Енді P А оқиғасының ықтималдығы тең болады бізге n бөлінген k-ға. Жалпы k дегеніміз жалпы жағдайлардың саны 6, яғни 6 сан. Соның ішінде 6 санның ішінде бізге тақ сандардың саны бізге 3-ке тең. n дегеніміз қажетті жағдайлар саны 3-ке тең болып тұр. Енді 6-тан 3, екеуінде 3-ке қысқартатын болсақ, 2-ден 1-ге тең болады. Әрбір 2 санның біреуі тақ сан деген сөз. Бұл бізде А вариантында. Келесі есебіміз 10-ші есеп, яғни соңғы есебіміз. 4 карточкада бір-бірден I, T, N, I әріптері жазылған, олардың келесі бетімен аударылып, бір-бірімен мұқият араластырылды. Кездейсоқ бір-бірден карточкадан алып, бір қатарға тізіп шыққанда, тиын сөзінің шығу ықтималдылығын ондық үлеске дейін жуық мән табыңыз деген. Яғни бізге I, T, N, I деген 4 әріп бар екен. Сол 4 әріпті құрастырған кезде бізде тиын деген жалғыз ғана бір сөз шығу керек екен. Енді мына әдісті қолданып көрейік. Бізге жалпы 4 карточка керек екен. Соның бірінші орынға бізге Т деген әріп шығу керек. Т деген әріпті біз қанша вариантпен таңдай аламыз. Бізде 4 карточка болатын болса, яғни 4 вариантпен Т деген әріпті таңдай алады екенбіз. Енді Т деген әріпті таңдап болдық, бізге 3 карточка қалды. Енді екінші әріпіміз бізге И шығу керек. И деген әріпті дәл солай таңдау арқылы қанша вариант жасай алады екенбіз, яғни 3 вариант жасаламыз, себебі бізде 3-ақ карточка қалды. Дәл солай бізде I деген әріпті таңдауымыз керек. I деген әріпті 2 карточка қалды, яғни біз 2 вариант арқылы I деген әріпті таңдай алады екенбіз. Ал ең соңында N деген әріпті 1 вариант арқылы таңдай аламыз. Жалпы бізге комбинациялардың саны осылардың көбейтіндісіне тең болады. Енді бұлардың көбейтіндісі бізге 24-ке тең болады екен. Енді бізге 24 комбинация құрастыру арқылы жалғыз ғана бір сөз, яғни тиын деген сөзді алады екенбіз. Бұл жерде P А оқиғасының ықтималдығы тең болады n бөлінген k-ға. Бұл жерде k дегеніміз жалпы комбинациялардың саны бізге 24-ке тең болады. Ал n дегеніміз қажетті жағдайлары саны. Қажетті жағдай сол 24 комбинацияны пайдалану арқылы жалғыз ғана бір сөз құрастырдық. Яғни қажетті жағдайлардың саны 1-ге тең болады екен. Енді 1-ді 24-ке бөлетін болсақ, жуықтап алған кезде 0,04, 1, 6 сол сияқты қарап ұзақ сан шығып кете береді, яғни шексіз.
муну жуктап алган кезде 0,100-4 тең болот экен. Бул бизде А вариантында. Достар, бүгінгі сабақта ықтималдықтар теориясы және де тақырыпқа байланысты көптеген жаттығуларды қарастырдық. Жалпы тақырып сіздерге түсінікті деген ойдамын. Егер сабағымыз ұнаса, каналымызға жазылып, қоңырауша батырмасын басып, жаңа бейне сабақтарымызды күтіңіздер. Ал ендеше келесі сабақта кездескенше.